бүгін аспаннан жауған ақшалардың 6-шы бөлімі. Достар, аспаннан қар жауады, жаңбыр жауады, бұршақ жауады, топырақта жауады әуел кей жерлерде. Тіпті балық та жауып кетуі мүмкін, бірақ аспаннан ешқашан ақша жаумайды. Осыдан 6 жылдың алдында жақсы араласып жүрген бір жігіт бар еді. Кеште бір жерде бір жиналыс бар еді, келіп кетсең деді. Енді өз алдыма істеп жүрген кәсібім болғандықтан, әдетте мен көбінде бірер нәрсеге оңайшылықпенен бұрыла кетпеймін. Бірақ қайта айтқаннан кейін жақын араласып жүрген адам енді бетін қайтарғым келген жоқ. Сосын бардым. Барсам бір 30 адам көлемінде отыратын дөңгелек жозы екен. Ол дөңгелек жозыға біздің қолымыз жеткен жоқ. Ол толып кеткен. Оның сыртында жаңағы тік тұрған адам, оның сыртында көп толып қалды. Сосын бір жігіт әңгіме бастады. Әлгі жігіттің әңгімесін көрсең шіркін-ай, бұл жігіт әңгімені Канададан бастады. Канадада бәңкеде істеген болды. Халықаралық бір нәрселерді сұмдық жұмыстарды істеген болды. Енді ондай дәрежеде жұмыс жасаған болсам, мен сол Канадада жүре беретін едім. Сонымен қойшы әңгімені айта келе бір жарна деді ма, финанс деді ма, сондай бір дүниелерге алып келді. Ал мен өзім енді экономика кәсібін оқыған, жоғары мектепте. Электрондық сауда, жаңағы серіктестік басқару ғылымы, және мынау экономика жеңгейше дейміз. Кейбір нәрселерін шыны керек мен де түсінген жоқпын. Ал енді оның қасында осы ауылда жүрген қарапайым қазақтар ненің финанс екендігін, ненің экономика екендігін, ненің патент екендігін, ненің базарға шығу екендігін қайдан білсін. Бірақ ұйып тыңдап отыр. Енді әдетте, көкелерім мынандай жерде мынандай бір пайдалы жұмыстар болып жатыр. Мен мына затты саған мінекей бір ұяннан берейін. Мынаны сатып шығарған кезде 2 ұянға сатуға болады. Осының 1 ұян пайдасын алшы десең, ойбай оны қайтып сатам деп жаңағы ерініп жататын қазақтар сол жердегі анаған еліріп отыр. Расми түрде қызынып кеткен. Алды сол жердің өзінде 2.000-нан, 3.000-нан, тіпті 10 неше мың ұяннан ақшасын құйып сол жерде болашақ байлыққа дайындалып шыға келді. Сонымен енді мені біледі, көп жұмыстар істеп жүргендігімді, енді мен де сол секілді бәленбай адамды жия салуға шамасы бар деп қарайды ғой. Маған шаптасты, жо ренжіме көке, мен тек бара алмаймын дедім. Екінші майданға барайық, бұл жерде мына жерде айтылмаған тіпті сұмдықтар айтылады деді. Ана жерде құпия жұмыстар айтылатын сияқты. Жо бұл ренжіме дедім, бара алмаймын дедім. Сосын сол жігіт маған ренжіді. Ренжіп бопты, бармасаң қой дегендей қылып әңгімесін айтып кетті. Бірақ мен ол жерге барған жоқпын. Өйткені неге? Біреудің тамағын жесең тілің қысқарады деген сөз бар. Барған жоқпын. Бірақ кейінде сол жұмыста жоғалды. Өйткені оның жоғалатындығын сол жерден есі дұрыс адам көреді де әрбірден кейін. Ал өкініштісі сол аспаннан жауған ақшаларға сөйтіп, сол мен көрген бір ортада 10 неше адам қатынасып үлгерді. Әрине, олар мен көрмеген жерде қаншалаған жерлерге барып жұмыс жасады. Бүкіл Шинжаңды аралап қойған жоқ. Сондықтан естеріңізде болсын, құрметті достар, қазірде де осындай істер бар екен. Мен осы аспаннан жауған ақшалардың әңгімесін айтқалы бері қарай маған көптеген адамдар хабарласты. Кейбіреулері осы бірнеше айдың алдында ғана ақшасын бергендер де бар екен. Алда мен болса солардың рұқсатыменен сөйлеген сөздерін осы жерге көрсетемін. Ешқашанда тегіннен тегін дүниенің келетіндігіне сенбеңіз. Егерде біреу сізге мен сені жатқызып қойып ақшаның астында қалтырамын десе, онда ол сөзсіз түрде алдымен сіздің ақшаңызды алып кетуге дайындалып тұрғаны есіңізде болсын. Әрбір дүние ол сөзсіз түрде еңбекпен келеді. Мүмкін сіздер зат сату қиын дейтін шығарсыздар, я болмаса зат сату анандай мынандай дейтін шығарсыздар, бірақ ол да еңбекпен келеді. Өлең айтсаң жаныңды жеп айтасың дейді. Мен осыны 1 ұяннан кіргізіп, 2 ұяннан сату үшін мен қанша жерге барам, қанша жерге жүрем, қанша адамға айтамын, қатынасым қайда, тамағым қайда. Сондықтан ана ортасындағы 1 ұянның барлығы маған төгіліп қалмайды. Оның ортасында шығыным болады. Соларды шығарып тастағаннан кейін маған бір 50 тиын қалатын шығар. Осы нәрсе ғана шынайы дүние. Қой сатып алсаңыз да, сиыр сатып алсаңыз да, мүмкіндіктің барынша арзан сатып алғыңыз келеді. Солай ма? Сатып шығарғанда қымбат сатып шығарғыңыз келеді. Ал бірақ сіз осы сиырды сатып алып, сатып бергенге дейін аралықта қаншалық бағасыз, жемдейсіз, су бересіз, еңбектенесіз, ананың боғын тазалайсыз боқсыздығын. Содан кейін ол ауырып қалуы, өліп қалуы мүмкін әрбірден кейін оралып. Болмаса кеңірдегіне картошкада қылып қалатын шығар. Сол қауіп қатерлердің барлығына шыдап отырып, сосын базарға апарып, соны да бірнеше 100 ұян пайдасына, жақсы келсе 1000 ұян пайдасына сатасыз. Міне,
тұрмыс. Бұл өзгерген жоқ, күні бүгінге дейін де осындай. Ал анау аспандағы қаздың сорпасынан дәм ету, я болмаса бағанағы бәленбай сертіктің жарнасы ертең түседі, бүрсігүні шығады, содан кейін сен жатып алып ақша аласың, кезінде вишнан құр қалғансың, тойынан құр қалғансың, енді мына пуин деген шықты, енді осы пуиннің жарнасын саған бекерге бергел жатыр десе, ешқашан сенбе. Бұндай жағдай экономикада болмақ емес. Бұндай жағдайға кімдер алданады? Бағанағы сіз бен біз секілді ненің финанс, ненің экономика, ненің жаңағы жарна, ненің базар екендігін білмейтін адамдар алданады. Сондықтан сен әрбірден кейін мінекей өзіңнің ана ындының үшін айтып отырсың, өзің тұзаққа салып беріп отырсың. Міне, сондықтан ол жаңағы алдағанның барлығы жаман емес, алданған адамның өзінде де қандай сондай арам бекерге келе салатын дүние болса деген жалқаулық сенің санаңда жатқаннан кейін сен солай ұмтылып отырсың. Дұрыс па достар? Егер де дұрыс деп қарасаңыздар, маған куәнші болыңыздар. Аспаннан жауған ақшалардың әлі талай әңгімелерін мен сіздерге айтатын боламын. Ендеше куәнші болып айналаңыздағы адамдарға тарқатып қойыңыздар. Түсінсін, ұқсын, білсін. 记得关注再走哦。